Саламатсыздар ма? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай бір әдемі көзмоншақ тоқитын боламыз. Бұл көзмоншақты ішін толтырмамен толтырамыз. Және мынандай әдемі шашағы бар. Бұл не үшін керек дейсіздер ғой. Менің көріп жүргендерім, жалпы бұны үйде көлікке іліп қоюға болады. Өзіміз ырымшыл қазақпыз ғой. Ал офиске іліп қоюға болады. Үйде іліп қоюға болады. Және кейбіреулер осыған ине түйреуіш ретінде, инелерді сақтау үшін де пайдаланады. Ал егер осы көзмоншақ ұнаған болса, бірге тоқиық. Алдымен видеоның соңына дейін көріп, каналыма кіріп кетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін біздерге керегі 4 түрлі жіп керек. Мысалы, қара, көгілдір, ақ және кейбіреулер қызыл, кейбіреулер мынандай темный көк керек. Әртүрлі. Ол өзіңіздің қалауыңыз болады. Біз мына және ілмекпен крючокпен тоқитын боламыз. Ең алғашқы бұл үшін екі саусағымызға ғажайып шеңбер іліп аламыз. Ол үшін екі саусаққа жіпті орап, бастап іліп аламыз. Және осы жерден бір көтерме бас алып аламыз. Яғни воздушный петля. Осындай воздушный петля алсақ, кішкене мынау тоқтайды. Содан кейін шеңбердің ішінен өткізіп, біз көтермесіз 6 жіп тоқимыз. Ол үшін біреу, екеу, үшеу, бірден шығып кетіп жатыр, қараңыз, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. 6 бас жіп алдық. Енді мына басындағы мынау бастапқы жібімізден тартамыз. Осылай етіп тартсақ, мына жердегі дөңгелегіміз бітеледі біздің. Бітеліп керемізше тартайық. Мінекей дөңгелек келе жатыр. Тәсім қаттап тастамаңыздар, себебі қазір ары қарай тоқығанда бас алуға қиын болады. Одан кейін мына бірінші бастаған алғашқы ілмегімізден жұмысшы жібін алып, дөңгелегімізді бекітейік. Бекітіп алайық осылай. Мінекей бізде дөңгелек шықты. Енді шығардық. Енді сол айналдыра тоқимыз. Осы жерден бастап біз әр бастан айналдырып жіп алып, қаттырақ тартып жүргесін, және өте қиындау болады. Қара жіптің тұсының алынбай жатыр. Осылайша үстемесіз бір айналдырып шығамыз. Біреу, қара жіп көрінбей қалынбай жатыр. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, және 6 бас алдық қой бағана. Сол 6 бастан бір-бірден жүргізіп шығамыз. 6. Сөйтіп ана бастаған жеріміздің бірінші несінен іліп алып, біз дөңгелегімізді бекітеміз. Осылай етіп, осылайша дөңгелегімізді бекітеміз. Бізде дөңгелек шықты. Енді бізде қара жіпті үзіп тастаймыз. Қара жіп керек болмайды бізге. Үзіп тастап, тартып, ортасында тесіктерін бітеп, қара жібімізді кез келген тордан алып, бірден төмен қарай жасырып байлап тастаймыз. Себебі алдағы уақытта қазір бізге кедергі келтірмес үшін. Артын қиып тастайық. Енді ашылып кетпейді бұл. Қатты тартып байладым. Бізге енді қара жіп керек емес. Енді келесі түсімізді аламыз. Келесі түс кішкене ашық болғасын, бізге енді көрінетін болады. Келесі түс бізде көгілдір. Көгілдір. Мына тоқыған жерімізден кез келген жерінен бір жіпті іліп аламыз. Сөйтіп жақсы етіп байлаймыз. Бір рет, екі рет өзіңіздің байлағаныңызға байланысты жақсы етіп байлап тастаймыз. Сөйтіп сол алған жерімізден, жіп алған жерімізден бір бас іліп аламыз. Бір бас жіпті өткізіп аламыз да, жіп алған уақыттан бір торы жіп іліп алдық. Енді осы жерден екі көтерме бас аламыз. Біреу, екеу. Осы мана алған жерімізден және бір бас алып, біз осылай тоқимыз. Мынау енді бізде. Енді айналдыра бір-бірден тоқып шығамыз. Үстемесіз бас тоқимыз. Бірінші қатар көктің. Былғары шыққан ба? Екі.
Üstüne basal şans verin. Soңғы петля. Мына қараның жүргінен ыңғайсыз болып отыр маған. Көрмей қалып. Одан кейін мына бірінші алған торымыздан осылай етіп әуелі мынаған дейін міне бекітеміз. Бекіттік. Енді келесі турда екі көтерме тор аламыз. Біреу, екеу. Сөйтіп бағанағы бірінші жерден, осы жерден бір бас аламыз. Енді аралата санап бастаймыз. Бірінші петлядан аламыз, бір үстемесіз тор. Екіншіден екеуін аламыз. Біреу. Және тап осы алған жерден екеу. Біріншісінен тек бір рет қана тоқ шығамыз. Екіншісінен екі рет аламыз. Біреу, екеу. Яғни бір екі деп санап отырсаңыздар шатыспайсыздар. Бір, екі. Екі дегенде екі рет аламыз. Бір, екі. Бір, екі. Екі дегенде екі рет аламыз. Бір, тағы да. Екі. Екі деген жерден екі рет аламыз. Екі. Так, мына жерден жібіміз қалай кетіп қалған бұзылып болды. Жоқ, дұрыс. Бір, екі. Екі деген жерден екі рет алуды ұмытпаңыздар. Бір алдым, міне екінші рет алып отырмын. Енді бізде мына жерде біреу қалды. Бір дегенмен бітіреміз. Содан кейін мына бастаған жеріміз ғой, екінші кругты бір бас алып, осымен мына жібімізге өткізіп, бұл жерді де бітіреміз. Сонда бізде екі жіп шықты. Екі рет шықты. Енді осымен біз көгімізді аяқтаймыз. Яғни көк жібімізді үземіз. Бұны да бірден тартып, бірден артына жасырамыз. Әйтпесе жалбырап сіздерге кедергі келтіреді келесі түстерді тоқығанда. Мынау бірінші бастаған жеріңізден байлап тастасаңыздар, екінші қозғалмайды. Енді осы артық жіптер қолға ең болмаса басын азайтып қиып тастаңыз. Сонымен біздер көк жібіміз аяқталды. Бізде енді келесі түс ақ. Сол баяғыша кез келген жерден бір бас аламыз. Бір басынан аламыз кез келген жерден. Сөйтеміз де ол басты да байлап тастаймыз. Мына көкте жасадық қой бастап. Сол сияқты байлап тастаймыз. Сосын осы бас алған кесірімізден бір бас жіп алып, екі үстеме басқа көтереміз. Біреу, екеу. Келесісін енді былай санаймыз. Біреу, екеу, үшеу. Мана бір екімен аяқтаймыз ғой. Енді бір, екі, үш. Үш деген жерден сол алған жерімізден екінші рет тағы да аламыз. Сонда ақ бір, екі, үшпен басталады. Бір, екі, үш. Үш, және үштен және біреуін аламыз. Үш, сіздер шатыспау үшін санап отырсаңыздар, ыңғайлы, сіздерге көрнекті болу үшін кішкене бостықта қуатырым, тартып тоқсаңыздар жақсы болады. Біреу, екеу, үшеу. Біреу, екеу, үшеу. Үш деген жерден екі рет аламыз. Біреу, екеу, үшеу. Үш деген жерден екі рет аламыз.
Қайтадан біреу, екеу, үшеу, 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 біреу, екеу, үшеу. Үш деген жерден екі рет алдын ұмытпаймыз. Енді бас бітті. Енді мына бірінші тонымыздың алып қатарды бекітеміз. Енді тағы екі бас үстеме бас аламыз. Біреу, екеу. Так, енді осы жерден бір бас алып бекітеміз. Яғни көтерілген жер көрініп тұр. Енді ары қарата бір екі үштікке, енді бір екі үш төрт бекітеміз. Bir, iki, üç, dört. Dört деген жерден екі рет аламыз енді. Қайтадан бір, екі, үш, төрт. Төрт деген жерден екі рет аламыз. Қайтадан бір, екі, үш, төрт. Солай соңына дейін бір екі үш төртті тоқи береміз. Екі, үш, төрт. Бостық қағазына жіптер көнбей жатыр. Тас боқсана дейін шығады. Осы жерде бастап береміз. Бір, екі, үш, төрт. Осы ақты сол төртпен бітіреміз. Сосын келесі түсті саламыз. Үш, төрт. Осылайша бір, екі, үш, төрт деп мына жерге келіп мына жерден бекітеміз. Bir, екі, үш. Енді үш пен қалды мына жер. Енді мына басындағы манағыдай айтқан соңғы үстімізге тартып қатарды бекітеміз. Қатарды бекіттік. Ақ осымен бітті. Ақ дұрыс осымен бітеді. Онда манағыдай етіп қиып артына жасыруды ұмытпаңыздар. Кез келген жіптен іліп алсаңыз болады. Кез келген жіптен алып, манағы бірінші жіп, баяғы бірінші жіппен баяғып тастасаңыз екен, сіздерде кейін сөгіліп кетпейді, жақсы болады. Кейін бүкіземін. Мінекей мынандай бізде көзмоншақ пайда болып келе жатыр. Енді бізде келесі түс. Кез келген жерден іліп аламыз, мынағыдай сияқты. Кез келген жерден іліп аламыз. Байлаймыз. Екі бас жоғары көтереміз. Сосын осы жіп алған жерімізден және бір жіп іліп алып тоқ бастып кетеміз. Енді бестен бұл жерде мына жіптің тоқылуы мына тайпасын көрсетіп кетейін. Бір жіп іліп аласыз. Осы жіпке екі үстеме бас аласыз. Біреу, екеу. Осы ойықтан қайтадан саласыз да. Саласыз үстемесіз. Бас алып бекітесіз. Міне. Енді бұл жерден 1, 2, 3, 4, 5-тен бастайсыз. Жаңа біз 4-тен аяқтадық па? 1, 2, 3, 4. 4-тен аяқтадық. 5. Бұл жерде 1, қазір тоқ көрсетейін. 1, 2, 3, 4. Енді 5 деген бар бұл жерде. 5. 5-ге 2 рет аламыз. Біреу. Осы 5 деген алған жерден және бір аламыз. 5 деген шығады. Сол сияқты 1, 2, 3, 4. 5 деген жерден 2 рет аласыз. Сөйтіп, мына жерге дейін келесіздерде басын бекітесіз. Сосын 2 бас үстеме бас аласыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 кетеді. 1, 2, 3, 4. Содан кейін тағы айналып келесіз де 7 кетеді. Солай тоқи береміз. Ал, ары қарата кішкене тоқыңыздар. Мен айналдыра тоқиын. Тоқып жатырмыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. 5-тен кейін 6-ға тоқ тастадым. Жетеу. Мына жетінші соңғы рядты тоқып жатырмын. Жетеу. Жетеу. Мына жерде 2 бас қалды. Біреу, екеу. Соңғы басты
манағыдай етіп соңғы ілмектен бекітеміз. Осылайша осымен тоқып болдық. Міне болдық, біздер пішімізді қиып тастадық. Енді осындай екіншісін тоқу керексіздер. Мен екіншісін тоқып қойғанмын. Міне осы екеуін беттестіресіздер. Бұның оң және теріс жағы болады. Екі оң жағын беттестіріп, осылай оң жағын беттестіріп, мен обычно былай байлап тастаймын. Мына екі қалған жібін бір-біріне байлап тастаймын. Беріктік үшін кейін ішіне қарай салып жіберемін. Кейін ішіне қарай салып жіберемін. Енді бұны қалай беттестіріп тігеміз? Ол үшін мына көк жібімізді аламыз да жубамен, мына жерде екіден бастар тұр ғой, соның мен ішкі жағынан аламын. Сөйтіп жібімді өткізіп аламын. Былай етіп өткізіп аламын. Сөйтемін де байлап тастаймын. Байлап бұның астына жасырамын. Енді ары қарай мына екі жіп көрініп тұр ғой, соның қарап отырып асықпай өте ыждағатпен жасасаңдар, екінші жіппен әдемі шығады. Егер екі жіпті бірге алатын болсаңыздар, онда кішкене мына екі жіптен манағы жібіңізді өткізіп аласыз. Сөйтесіз де келесі жіптен аласыз. Жіпті тартып алсаңыз, мынаны екінші екі бастың арғы басынан, мына жіптің бергі басынан алсаңыз, екеуін бірге кетіп қалады. Басында ыңғайсыз болды. Осы екеуінен бір жіп алып тастасаңыз, бізде мынандай болып келе береді. Ары қарата аспай теріп тіге беріңіздер. Осылайша соңына дейін тоқимыз, бірақ бірден жауып тастамаңыздар. Себебі ішіне біздер салмасын саламыз. Ішіне мынандай етіп толтырып салмасын салып барып бітейміз. Кейін шашағы қалай екенін көрсетемін сіздерге. Аспай осылай арғы жібін, мынаның да арғы жібін аласыздар. Сөйтіп шығарып алып, мына жібіңізден өткізіп аласыздар. Тағы да солай мына жіптен мынаның екі ғана жіптен алып, мына жіптен өткізіп аласыздар. Қарап отырсаңыздар көрініп тұрады. Бізде мындай екі жіп қалады. Біреу екеуіне. Екі жіпті бірдей бір істейін деп едім, жіптерім ашып жатыр. Екінші жіп. Мынада екі жіп көрініп тұр ғой, мына екі жіп. Соның мына ішкі бетінен аласыз, мен тырнағым тұрған жерінен аласыз. Арқысын алмай қойыңыз. Сонда әдемі шығады. Мынаның да ішкі бетін, мынаның да ішкі бетін аласыздар. Сөйтіп кері мына жіптен өткізіп аласыздар. Солай айнала мына бастаған жерлеріңізге дейін. Сонда тігістерің мынандай болып тегіс шығады. Мынаған жақындатып барып, осындай ғана орын қалдырып қойып, ішіне салатын салмасын салсаңыздар болады. Енді міне осыған ішіне салма салуға болады. Бұл жерге мақта салуға болады. Біреулер білмей мата сала ма, мақта, синтефон, хлофайбер, мен сияқты өйтіп ішін толтырасыздар. Ішін бұрыш-бұрышына апарып толтырып. Осы қолыммен салған жақсы көремін өзім. Осылайша. Шамалғаны салсаңыздар болады осылай. Сақтық сияқты. Қолдарыңызбен реттеп. Кейін жауып қалғаннан кейін инемен реттеуге болады бұның ішін томпиуын. Инемен реттеп қойыңызға болады. Так, енді қалды мынадай. Өте корпоративная работа. Ішкі жақ маған салмасы мешать етуі мүмкін. Так, екеуісінен бір бас аламыз да, осылайша өткізіп ала береміз. Бұрынғы жіптеріміздің бәрін осылай реттей бересіз. Мен соңғысына келдім. Содан кейін соңғы жіпіңізді бүйтіп тартып бекітсеңіз болады. Сонда түйіледі. Осылай. Кейін ине жіппен немесе ине жіптермен мынаның бәрін реттеп томаланады. Содан кейін енді мына жібімізді кез келген жерден іліп алып жасырамыз. Кері қарай өткізіп байлап жіберуге де болады. Осы жерімізден кері қарай өткізіп алып осылай түйіп жіберуімізге де болады.
кейін мынаны ішіне қарата бір әріректен алсаңыз да болады. Тек көктің үстінен алыңыздар, ақтың үстінен алмаңыздар, себебі аққа көрініп қалады ол. Міне осымен жібіміз жасырылды. Енді біз ілмек тоқимыз. Ілмек тоқу үшін жібіңізді мындай қылып молырақ қылып екі қабаттап алсаңыз болады. Мысалға біз мына бір жерден алайық, кішкене төменіректен екі қабаттап өткізіп алайық жібімізді. Сөйтіп бұны да байлаймыз. Бұны да жақсы етіп байлап, себебі біздер ілмешек жасайық деп жатырмыз. Байлап аламыз. Кейін ана жіпті жасырамыз. Осы алған жібімізден қазір біз бас аламыз. Осы бір тұстан біз бас алайық та. Қазір бас алдық. Не үшін екі қабаттап деп айттым мен сіздерге? Мына біреусі, қазір мен сіздерге ашып көрсетейін. Өзім көріп отырғанмен сіздер көрмей қалуларыңыз мүмкін еді. Так. Мұны қысқасы, төмен қарай қоясыздар. Осы қысқасы мен үлкеннің ортасына өткізіп, қысқасына іліп алып, үлкенінен біздің жұмысшы жіптен, яғни былай істесеңіздер, жұмысшы жіптен, сосын мана іліп алғаныңызбен бірге бас алсаңыздар, әр уақытта былай етіп мынаның ортасынан аласыз, әуелі қысқа жібіңізді іліп аласыз, сөйтіп мына жұмысшы жібіңізден төменнен ұстап тұрып, көрінсін деп ыңғайсыз болып отыр маған. Міне көріп тұрсыздар ма? Мына екі бастан бір бас шығарып аласыздар. Ыңғайсыздан жіптерім қашып жатыр. Міне қайтадан көрсетейін. Міне былай ұстайын. Жылдам тоқып жібергенде білінбей тез шығады. Сіздер көрсін деп. Міне сонда сіздерде мынандай қалың бас алып көтере беруге болады, бірақ ол жұқалау, ілген жерден түсіп қалуы мүмкін, үзіліп қалуы мүмкін. Соны мен осындай қылып тоқимын. Өзім қатты ұстап отырмағасын, тез істемегесін маған кіріспей жатырмын. Сіздерге көрсетейін деп ыңғайсыз болып жатыр маған. Түсіндіңіздер ғой да? Мына астыңғы жіптен бас іліп алдыңыз, екі жіптен бір жіп шығара бересіз. Астыңғы жіптен бас іліп алдыңыз, екі жіптен бір бас шығарасыз. Сөйтіп міне 20 шақты бас алсаңыздар, қазір көрсетейін, 20 шақты бас алайын, маған ыңғайсыз, сосын көрсетейін. Міне біздер ілмегін тоқып шықтық. Енді оған төменгі жағына мынандай шашбауын тоқуымыз керек. Ол үшін біздер қандай да бір кардон аламыз. Сіздерге көрнекті болу үшін мен 10 сантиметр жазып қойғам. Так, осыдан бір 20-25 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. Осындай жіп алдық. Енді біздер кусок жіп бар, мынандай қалған жіптен осыны екі тастап байлаймыз. Қатты етіп байлап аламыз. Қатты етіп байлап аламыз. Содан кейін жайлап кардонымыздан шығарамыз да, байлаған жібімізді тастап, бастап, ұстап тұрып, тақ ортасынан қиямыз. Бізде осындай пайда болды. Сөйтіп, тағы бір жіпті аламыз. Жіптің ортасына қоямыз, жобалап. Сізге көрініп тұр ма? Так, жіптің ортасына тағы бір басқа бір жіпті аламыз да, сөйтіп байлаймыз. Керекті жерін қатты етіп байлап, және орап, екі-үш рет орап, осыны екі рет байлап тастаймыз. Шешілмейтіндей етіп екі рет байлаймыз. Да, мына жіптермен бірге қоямыз. Сөйтіп, бұл жіптердің енді мынау артықтары қалды ғой. Артықтарын алып тастадық. Одан кейін тағы да манағы басындағы мынау сияқты жіп өреміз. Жіп өреміз. Или енді әркімнің шеберлігіне қарай бұны қолмен шаш өрген қылып өріп тастасаңыз да болады, или жай ғана осылай іле салсаңыз да болады, тұра берсін деп. Енді менің манағы методым бойынша мен қазір өзім үшіден бас аламын да, манағы түйген жерімнен қаттырақ түйіп жүріп жазыстырып көрсетіп отырып. Мына жерден бір бас аламын да қазір. Қайсысы ұзындығының болма ма? Осы ұзындау екен, бір бас аламыз суырып. Бір бас жіп шығу керек. Міне. Енді манағы метод бойынша мен қап-қалың қылып, міне қысқасы бір ұзындау қылып әдейі қабаттап қойғам. Тағы да көрсетемін, сіздер мынаны бір іліп аласыздар, мынадан, мына екі бастан осы жіпті аласыз. Қазір өте мықты болып шығады негізі. Себебі көбіне байқаймын, осы шашақтар шашылып жатады біреулерде. Сондықтан да мынандай қылып түйсеңіздер, өте мықты болады шашақтарыңыз іліп қойған жерден.
жемнің қатары көп. Енем жіңішкелеу болғасын ыңғайсыз болып отыр. Міне осылайша міне көріп тұрсыздар ма, әдемі шығып отыр. Қанша қатар шығады, мен қазір соған тоқып қояйын, неше қатар шығатынын. Соны апарып біздің көзмоншағымызға қазір төменгі жағына бекітетін боламыз. Үйге кіріп келгенде маңдайшаға іліп қоюға болады. Қазір енді заманауи несіне қарай көбінде офистері бар өздерінің. Егер міне біздер тоқып болдық, әдемі шашақты шықты. Міне сіздерге егер видеом ұнаған болса, тіркеліп аяғына дейін көріп, лайк басып кетулеріңіз, коммент жазып кетіп, түсінбеген жерлеріңе комментарийға жазсаңыздар жауап беремін. Рахмет, бірге болғандарыңыз үшін. Кездескенше сау саламатта болыңыздар.